Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 56-шы сабақ. Бүгінгі тақырып шынықсын денеміз. Бүгінгі сабақта балалар өлеңді түсініп оқисың. Өлеңге сүйеніп тапсырмада кеткен қателерді табасын, түзетесің. Өлең мен суреттің ұқсастығын айтасын, әңгімелеп бересің. Бірінші тапсырма: жұмбақтардың шешуін тап. Табаныма байладым, қос таяқпен айдадым. Жұмбақтың жауабы шаңғы екен балалар. Зулап түсіп төменге, шықпас менсіз төбеге. Шана, табанға тақтым, жалпақ қақтым, зырлап бақтым. Жұмбақтың жауабы коньки екен балалар. Бес ін, бесіннің аузы бір ін. Бұл қолғап. Тоңғақты таниды, беті қолын қариды. Жұмбақтың жауабы аяз. Отқа жанбас, суға батпас. Бұл мұз екен балалар. Дұрыс айтасыңдар. Екінші тапсырма балалар, өлеңді дұрыс түсініп оқы. Шынықсын денеміз. Жүріңдер балалар, сырғанақ тебеміз. Құрыспай құрыштай шынықсын денеміз. Таяққа бау тағып, шаңғыны майлап ап, биялай малақай бәрін де сайлап ап. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбай ма? Жел үріп, қар кіріп, қонышыңа толмай ма? Желменен жарысып, сырғанақ тебеміз. Құрыспай құрыштай шынықсын денеміз. Бердібек Соқпақбаев. Өлең жолдарын қайталап оқы. Қандай қателерді байқадың, түзетіп жаз дейді балалар. Бұл жерде жаңа оқығанымыздай жақсылап байқашы, үтір. Аяғың тоңбай ма? Сұрақ белгісін қоямыз. Жел үріп, үтір. Қар кіріп, үтір. Қонышыңа толмай ма? Сұрақ белгісі. Құрыспай, үтір. Құрыштай шынықсын денеміз. Нүкте. Төртінші тапсырма: сөйлемдерде жіберілген қатені тап. Шаңғы жазғы спорт ойыны дейді. Дұрыс емес екен балалар. Шаңғыны мұз айдынында тебеді. Бұл да дұрыс емес. Дұрыс жауап: шаңғы қысқы спорт ойыны. Шаңғыны қалың қар жауатын таулы аймақтарда тебеді екен балалар. Бесінші тапсырма: сурет пен өлеңнің ұқсастықтарын әңгімелеп айт. Бұл жерде балалар сұрақтарға жауап береміз. Бірінші: жылдың қай мезгілі? Суретте балалар жылдың қыс мезгілі. Шаңғы қысқы спорт түрі екен. Шаңғы тебу үшін шаңғыға арналған таяқшалар, аяқ киімі, көзілдірік және арнайы киімдері болу керек екен. Шаңғының пайдасы балалар денсаулықты нығайтады. Соңғы 6-шы тапсырма: қыстық заттарды таңдап оған сәйкес ойын туралы әңгімелеңдер. Шаңғы тебуге арналған арнайы киімді шаңғы тепкенде киеміз. Қолғап киіп, қардан аққала жасап ойнаймыз. Шанамен қарда сырғанаймыз. Конькиге арналған аяқ киімді мұз айдынында пайдаланамыз балалар.